Талдықорғанда референдум барысы ойдағыдай. Тұрғындар белсенділігі зор. Соңғы ақпаратқа сәйкес облыс орталығында дауыс беруге құқылы 130 мыңға жуық тұрғын бар. Кешкі сағат 17:00-дегі ақпарат бойынша талдықорғандықтардың 58%-ға жуығы өз таңдауларын жасаған. Мәселен, 977 участка Жансүгіров, Назарбаев, Гагарин көшелеріндегі көп қабатты үйлер мен жеке тұрғын үй секторларын қамтиды. Дауыс берушілер тізіміне 2146 тұрғын енген. Жалпы референдум өткізу халықаралық тәжірибеде кең қолданылады. Қоғамдық саяси ортақ мәселе бойынша халықтың пікірі мен ұстанымы референдум арқылы шешіліп жатады. 977 референдум учаскесі бойынша үйден дауыс беруге 10 адам өтінім білдірген. Бүгінгі түскі сағат 12-ге дейін өтінімді қабылдадық. Қазіргі уақытта 10 адамнан үйден дауыс беру өтті. Бізбен бірге бақылаушы барды. Ешқандай мәжбүрлеу және заң бұзушылық орын алған жоқ. Болашақ ұрпағымызға да бәріміздің өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені балаларымыздың келешегін ойлауымыз керек, бұл балалардың жайлы өмір сүргенін ойлауымыз керек. Сол үшін бүгін келіп өз дауысымды беріп тұрмын.